Бұл медитация Джозеф Мёрфидің армандардың орындалуына арналған медитациясы. Нақты белгілі бір тілегіңіздің орындалуы үшін үзбей 15 күн қайталауыңыз керек. Содан кейін өз тілегіңізді жаратушыға деген сеніммен өзіңізден босатып жібересіз. Медитациядағы сөздерді өзіңіз іштей немесе даусыңызды қосып қайталасаңыз болады. Немесе саналы түрде тыңдап отырсаңыз да жеткілікті. Қай жерде болсаңыз да, немен айналысып жатсаңыз да, бір сәтке тоқтап, жұмсақ, терең дем алып, дем шығарыңыз. Сол арқылы денеңізді кез келген қысымнан босатыңыз. Қазір көптен жүрегіңіздің түкпіріндегі сақтап жүрген бір арман тілегіңізді еске алып, соны ойша армандаңыз. Бар жан тәніңізбен, жүрегіңізбен келесі сөздерге түгелдей бар болмысыңызбен барынша ашылуға тырысыңыз. Менің арманым саналы түрде ой елегінен өткізілген. Мен ол нәрсенің көзге көрінбейтін әлемде бар екенін білемін. Қазір мен сол тілегімнің орындалуын сұраймын және оны қабылдауға дайынмын. Мен өз болмысымның ішкі жасампаз күшіне сенемін. Барлық жақсылықтар мен таңғажайып нәрселердің қайнар бастауы. Мен бұл тілектерімнің төп санама барып орнығып жатқанын және олардың орындалатынын да сеземін. Себебі біздің ойға алған нәрселеріміздің бәрі ерте ме, кеш пе шындыққа айналады. Біздің санамыздың жұмысы осылай құрылған. Мен өзім сұрап отырған нәрсемнің ерте ме, кеш пе бір орындалатынын сеземін. Және сол себепті де өзімді толықтай жайбарақат сезінемін. Жүрегімде менің тілегімнің орындалатынын сезіп дүрсілдейді. Мен бар болмысыммен қуаныштан толқып тұрмын. Мен толық тынышталдым. Өйткені жаратқан иемнің өзі бейбітшілік пен тыныштықтың көздеушісі. О жаратқан ием, өзің жар бола көр, тілегімді қабыл ете көр.
қалайым солай болсын. Терең дем алып, дем шығарыңыз. Бүкіл денеңізді сезіне отырып, бірте-бірте медитациядан шыға отырып, көзіңізді ашыңыз. Келесі кездескенше.